Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа тақырыппен танысамыз. Бүгінгі тақырыбымыз бұл минералдар деген тақырып. Осының ішіне бүгін біз сіздермен қарастырамыз минералдардың жіктелуі, минералдардың түрлері және тағы да басқалар. Кеттік. Минерал дегеніміз бұл бір немесе бірнеше химиялық элементтердің атомдары мен молекулаларынан тұратын табиғи қосындылар бізде минерал деп аталады. Тау жыныстары бір немесе бірнеше минералдардан құралады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай осындай минералдар бар. Мынандай. Минералдарды өздерінің түрлі физикалық қасиеттері мен ерекшеліктер бойынша жай көзбен анықтап бір-бірінен ажыратуға болады. Яғни олардың әртүрлі қасиеттері болады. Мысалы, әртүрлі түсі, әртүрлі физикалық қаттылығы немесе тағы да басқалар. Мына жерде көрсетілген, осылай ажыратуға болады минералдарды. Минералдарды бір-бірінен ажыратып, олардың физикалық қасиеттерін жете білу, яғни толық білу, бұл минералдарды өндірісте, тұрмыста толық қолдана білу үшін қажет. Яғни көптеген минералдар бізде қазіргі таңда құрылыста, өндірісте, осы медицинада, тағы да басқа көптеген салаларда кең қолданылады. Минералдар бізде мынандай қасиеттер бойынша ажыратылады. Яғни 6 негізгі қасиеті, және де осыларға сай мынандай типтері бар. Мысалға, түсі бойынша минералдар бізде түсі бойынша сүттей ақ, немесе лимондай сары, қорғасындай сұр, темірдей қара деген сияқты 4 түспен анықталады. Салмағы бойынша тоже 4-ке бөлінеді. Салмағы бойынша жеңіл минералдар, салмағы орташа минералдар, ауыр минералдар және өте ауыр минералдар. Мөлдірлігі дегеніміз бұл прозрачность, яғни күн сәулесін өткізгіштігі. Осы бойынша өте мөлдір, жартылай мөлдір немесе мөлдір емес деп бөлінеді. Жылтырлығы бойынша минералдар металдық жылтыры бар, шала металдық жылтыры бар, немесе металдық жылтыры жоқ деп бөлінеді. Қаттылығы бойынша минералдар 4-ке бөлінеді. Жұмсақ, қаттылығы орташа, қатты және өте қатты деп бөлінеді. Құрылымы бойынша аса жетілген, орташа жетілген немесе жетілмеген деп бөлінеді. Осылай минералдар ажыратылады. Осы минералдардың қатарына жасанды кристалдар да жатады. Яғни жасанды дегеніміз адамның қолмен жасалған, әртүрлі химиялық процестердің арқасында. Бұл минералдар неге минералдар қатарына жатады? Себебі олардың құрамы, яғни жасанды минералдардың құрамы, құрылымы, жалпы қасиеттері жаңағы табиғатта кездесетін минералдарға өте ұқсас. Мысалға, сондай минералдарға бізде жасанды кварц, рубин, сапфир, алмаз, малахит және де тағы да басқа минералдар жатады. Түсінікті ғой, Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.